Продолжаем, друзья, жалострамс 36 бет. Первый ключ к психологическим родам и быстрому взрослению заключается в наиболее глубоком и честном взгляде на свою жизнь и осознании причин сложившегося положения вещей. Нужно посмотреть на прожитую жизнь сегодняшней колокольни, то есть с факта осознания своей незрелости. Нужно суметь посмотреть на себя честно и объективно, признать себя пока еще не рожденным психически. Быть честным самим собой – это непросто, но без этого нельзя принять ситуацию такой, какая она есть, а следовательно и изменить ее. Здесь важно никого не винить, ни на кого не обижаться и не жалеть о потерянных возможностях. Исключительно важно не винить мать и не обижаться на нее. Она все сделала из благих побуждений, опираясь на то сознание, которое у нее было. Мать – это святое, она дала жизнь. А обида на нее только усугубляет ситуацию и осложняет психическое рождение. Через энергию обиды мать будет и дальше держать сына в своем психическом покрывале. Это, кстати, также один из показателей наличия психического, покрывала матери, обиды на нее. Обиды говорят о том, что человек не решил многие вопросы в взаимоотношениях с матерью, да и вообще недостаточно духовно раскрылся. А сами обиды – это вожжи, посредством которых мать управляет ребенком. И чем больше обид, тем крепче привязаны они друг к другу. Второй ключ – изменить отношение к отцу, тем самым допустить в себя энергию отца, и они помогут восстановить мужское начало, дадут толчок к его развитию. Как правило, у психически нерожденных детей подавлены именно мужские энергии отца. Очень часто недооценивается роль отца в жизни детей, особенно потом, да? Так, бірінші кілт, бірінші шешім. Енді бұл жерде мен солай аударғым келіп тұр, өйткені түсінік бойынша аударған дұрыс та бұл жерде. Бүйтіп істеп жатқанмын, өйткені телефон ауырып тұр да. Кешіріңіздер. Психологиялық туылу мен тезірек есеюдің бірінші шешімі өзінің өміріне және пайда болған, орын алған жағдайларға саналы түрде қарау, терең және шынайы көзқараспен қарау табылады. Өзінің өмір сүріп өткен өміріне қазіргі жағдаймен қарау, қазіргі көзқараспен, яғни өзінің есеймегенінің фактісін түсіну, өзіне шынайы және объективті түрде қарай білу керек. Сонда өзінің психологиялық туылмағанын әлі де қабылдау керек. Өз-өзімен шынайы болу керек. Ол оңай емес, бірақ онсыз болмайды. Жағдайды қалай бар, солай қабылдау керек, сәйкесінше оны өзгерту керек. Бұл жерде ешкімді кінәламай, ешкімге өкпелемей, ренжімей, жоғалтып алған мүмкіндіктер туралы мұңаймай, сосын ананы кінәламай, оған өкпелемеу өте маңызды. Бұл жерде ана өзінің бар игі ойларымен, өзінің
өзінде болған санасына сүйеніп ақылымен жасаған бәрінде ана деген ол пәк мүлтіксіз жан, ол өмір берген, және де оған өкпелеу жағдайды ушықтыра түседі. Сосын психологиялық туылуды не қылады, күрделендіреді, иә. Оның энергиясы арқылы, ренжу қуаты арқылы ана әлі де өзінің ұлын психологиялық көрпенің астында ұстай алады, иә. Бұл тағы да бір жаңағы психикалық, ананың психикалық көрпесінің көрсеткіштері болып табылады. Яғни анаға деген өкпе, иә, реніш. Обиды, реніштер адамның анасымен өзара қарым-қатынасын шешпегеннің бет бейнесі болып табылады. Яғни рухани жағынан толық ашылмаған көрсетеді. Ал реніштердің өздері бұл кісен дейді ғой, кісен емес, андай не, вожжи деген, жіп бар ғой, мысалы иттерді, сосын қыста суық жерде, сосын жаңағы ат пен адам ұстайды ғой жіпті, чтобы ат жүру үшін, сол болып табылады. Яғни ана мен баланы ұстап тұратын арасындағы жіпті, баланы анасы солмен басқарады, иә. Реніш қанша көп болса, сонша бір-біріне қатты байланған болады. Екінші кілт, бұл әкесіне деген қарым-қатынасты өзгерту, өзіне әкелік қуатты энергияны кіргізу, иә. Ол еркектік бастаманы, яғни еркектік қасиетті қалпына келтіру көмектеседі. Сосын дамуға серпін болады, иә. Көбінесе психологиялық туылмаған балалардың несі, нақты әкесінің қуаты, энергиясы еркектік қуатының қуаты басылып қалғанынан болады. Еркек әйел болып кетеді осындай. Көбінесе балалардың өмірінде әкесінің орны, рөлі тиісті деңгейде бағаланбай жатады. Әсіресе, мысалы, әйелдер бүйтеді, мен өзім ойымды қосып кетейін. Мен тудым, әсіресе ажырасса ренжиді еркекке, сонымен ендігәрі көрмейтін адам сияқты болады. Сосын алимент төлемейді деп ренжиді, сөйтеді. Кім жаман, еркек жаман. Ал негізінде, егер прям ашық түрде айтатын болсақ, ер азамат ұрық береді ғой әйелге, сөйтеді, әйел туғады, әйел 9 ай көтереді, бірақ ол ұрық еркек бермесе, негізінде бала туылмайды. Сосын егер әйел ер азаматына ренжісе, ол баласы да папасын жаман көретін болады, әкесін, сөйтеді. Ол да өте баласының өміріне қатты әсер етеді. Сөйтіп ол дамымайды, ақша көп таппайды, жұмысы сәтсіз болады. Әйелдер мен де қарым-қатынас, жалпы баласы әкесін жаман көріп өсу дұрыс емес. Ұзақ махаббаттар бар, қысқа махаббаттар бар, қарым-қатынастар, қабылдап, кешіріп, келесі қарым-қатынасқа, егер де қарым-қатынас бітіп қалса, саналы түрде ренжімей кіру керек. Ол үшін бар қарым-қатынасты ренжімей бітіру керек. Енді ол қиын, әрине ақша әрқашан жетпейді, әйел байғұс өзі асырайды, бірақ орыстарда бар енді көбінесе, мен басқа ұлтты деп айтпайын, әр әйел дейді, өзі үшін туады дейді негізінде. Қаншалықты рас екен. Еркек просто
яғни әйел баланы асырай алатынына көзі жетеді да, сөйтіп өзі туады дейді да. Қанша туса, значит өзі асырай алады соны дейді. Еркектер онша отбасыда болса да балаға онша не қылмайды дейді. Шынымен де сондай ғой деп ойлаймын мен. Енді мен жалғыз басты күйеуге шығып балам жоқ деп мен андай қылмаңыздар, мен бірақ андай ғой, сол өзім ажырасқанмын бұрында 2008-де. сол кезден бастап психология осы кітапты оқығанмын ғой мен, соны зерттегенмін, қанша психологқа барғанмын, иә, қанша деп айтпай ақ қойыншы, екеуі білемін, мықты нелер көзімді ашқан, кітаптарды оқығанмын, неше түрлі видео көремін, сонда зрелый көзқарас, холодный головамен қарасаң, шынымен де сондай да. Енді еркектерді ұмытып тұрған жоқ, бірақ ренжіп бәрі-біріне қырыла беретін болса, ол болмайды да, просто. Сондықтан рахмет айтып, зато ана атанып сол еркектің арқасында деп разы болу керек та. Үлкен тақырып негізінде. Если он ушел из семьи или пил дейді. Отбасынан кетіп қалса, жаңағы еркек бар ғой, баланы туғызып, және немесе ішсе, өте қиын, соған әсер етеді дейді. Но именно здесь кроется важный ключ к решению вопроса психического рождения. Ведь зачастую ребенок становится камнем преткновения в отношении и причиной развала семьи. Мать ставит на первое место ребенка и тем самым нарушает систему ценностей. Негізі отбасы құндылықтар бар да, сол жерде не бар, бірінші әйел мен күйеу, сосын балалар, сосын басқа шеңберде басқалар да. Әйелдер көбінесе баланы бірге қойып қояды да, күйеу до свидания деп сөйтеді, короче, негізі ол дұрыс емес. Сосын қалай бала туып күйеу еркекті ұстап тұрам дейді да, ондай болмайды. Ұстай алмайсың, кетем деген еркек кетіп қалады. Осознать все это и выстроить новые отношения с отцом очень важно, независимо от того, где он находится, или даже если он уже умер. Такой момент осознания роли отца и более глубокое принятие его бывает поворотным моментом жизни человека. Исключительно важно пройти такое осознание и многим женщинам. Именно налаживание взаимоотношений с отцом часто находится в ключе для избавления от одиночества, для гармоничного отношения с мужчинами, в целом для счастливой семейной жизни. Женщина может быть гораздо важнее, чем мужчине выстроить отношения с отцом. В моей практике немало было случаев, когда более глубокие осознание роли отца коренным образом меняло жизнь женщины. Как-то разговаривая с психологически нерожденным мужчиной, а ему было уже 50 лет, я спросил, есть ли у него фотография отца. Он сказал, что нет. Мать, когда они разошлись, эту фотографию отца выбросила, а сам он его не помнит. Я спросил, остались ли какие-то его вещи, и он ответил, от отца осталось зеркало, которое тот привез с фронта. Я предложил ему, вы пообщайтесь с отцом через это зеркало, поблагодарите его за свое рождение, а потом поговорите с ним по-мужски. Скажите, что он не решил свою задачу с матерью и предоставил сына ей на воспитание, и что сыну пришлось несладко. Она держала его в своей психологической утробе все эти 50 лет, из-за чего он не жил своей жизнью. Вот теперь пусть отец и поможет родиться. Как только я озвучил эти слова, возникло удивительное ощущение, как отклик понимания и благодарности от отца. Начался процесс рождения, к сыну наконец-то пошли отцовские энергии. Третий ключ, просто менде әкем қайтыс болған. Мен бұл жерде жаңағыдай еркек деп айтады ғой, бірақ әйелдерге де қатысты да. Тамағым қарып қалайын да тұр, соны есіме түсірсем. Бізде де анамыз бен әкеміз екеуі дұрыс тұрмаған негізінде. 4 қызды туып, әкеміз ұл баланы армандап, ұл бала туылған жоқ, сөйтіп ол қайтыс болып кетті. Сөйтіп
біз еркектер дұрыс былай сыйламаумен өстік па деп ойлаймын да. Бірақ мен әрқашан ойланатын тұғым, күйеуге шыққан кезде еркектерді сыйлауды жалғастыру керек деп мен өзім ойлайтын тұғым. Сондықтан да маған да солай жасау керек. Третий ключ – активно включиться во взрослую жизнь и взять на себя всю ответственность за нее. Да. Для этого зачастую требуется физическое отделение от родителей, то есть нужно разъехаться, ослабить связи с ними, стать самостоятельным во всех вопросах, замечать мужчин, женщин, отмечать их качества, учиться у них взрослому поведению. Большой эффект даст проведение равновесия всех своих качеств. Гармония качеств личности – это признак зрелого человека. В этом могут помочь различные психологические практики, медитация, главное – тесное открытое общение со множеством людей, участие в туристических походах, других коллективных мероприятиях. Четвертый ключ – повышение вибраций всех своих тел, духовное развитие. Дейді. Смотри мои книги «Истоки», где есть большая глава равновесия качества и 1001 способ быть самим собой, где приведены практики, помогающие решить данные вопросы. Негізінде Некрасовқа жазылған да, маған почтаға көп күнде келеді ғой, демалыс жоқ, оларда бар ғой қызметкерлері. Бір курстары бар, көп тренингтері бар, ретриттерге барады, қалаларға барады, шаршамайды бар ғой, 70-те деп айтпайсың. Молодец негізінде. Так, нақ осы жерде мәселені шешудің маңызды кілті бар. Яғни психологиялық туудың, өйткені көбінесе бала жаңағы отбасының шашырауының себебі болып қалып кетеді. Ана өзінің баласын бірінші орынға қояды, солайша құндылықтардың жүйесін бұзады. Осы өзінің әрекетімен. Осының бәрін түсіну, сосын жаңа қарым-қатынасты құру әкесімен өте маңызды. Ол қай жерде болса да, немесе қайтыс болып кетсе де. Бұндай сәт әкенің рөлін жаңағы түсіну сәті, және де оның терең түсіну, тереңірек білу адам өмірінде өте өзекті орын алады. Поворот бұрылыс қой негізі, бірақ бұл жерде ол емес. Жаңа қарқынмен дамуға көмектесетін кезең деп айтайыншы, Бұны түсіну көп әйелдерге маңызды, Нақ осы нәрсе әкесімен қарым-қатынасын түзету, жалғызбастылықтан айырылудың шешімі кілті болып табылады. Әкесімен қарым-қатынасы жақсы болса, еркектермен қарым-қатынасы жақсы болады. Жалпы бақытты отбасылық өмір сүруге серпін тигізетін нәрсе. Әйел еркекке қарағанда әйелдерге маңыздырақ бұл нәрсе. Әкесімен қарым-қатынасы. Менің тәжірибемде дейді, Некрасов өзін айтады ғой, жаңағы әйелдің өмірінде осы түбегейлі әкесінің рөлін түсіну, терең түсіну жағдайы көп болған дейді.
бір ретте психологиялық туылмаған еркекпен сөйлестім дейді. Оған ол 50 жаста болған. Сосын әкеңіздің суреті бар ма деп сұрадым дейді. Сөйтсе ол жоқ дейді. Анам олар айырылысып кеткен кезде суреттерін бәрін тастап жіберген дейді. Ол өзінің есінде жоқ екен. Бір заттары әкеңіздің қалды ма деген кезде айна қалған дейді әкемнен. Ол фронттан алып келген дейді. Фронт деген жаңағы соғысқа бардым ғой әкесі. Сөйтіп оған мен мынандай ұсыныс жасадым дейді. Осы айна арқылы әкеңізбен сөйлесіңіз дейді. Оны өзіңіздің туғаныңыз өмірге келген үшін алғыс білдіріңіз оған дейді. Сосын еркек ретінде онымен сөйлесіңіз дейді. Оған еркек сияқты. Дейді бұл жерде. Оған былай айтыңыз дейді. Оның анасымен еркек ретінде мәселені шешпегендіктен жаңағы оған ол анасының тәрбиесінде қалып кетті дейді. Сосын өмірім оңай болған жоқ дейді. Оны анасы психологиялық жатырда осы 50 жыл бойы ұстаған дейді. Оның себебі ол өзінің өмірін сүрмеді деп айтыңыз дейді. Жаңа мен сүрмедім деп. Сосын енді әкеңіз сізге туылуға көмектессін дейді. Соны айтқаны сол еді дейді. Керемет сезімдер туылды дейді. Яғни әкесін түсініп, оған алғыс білдіру кері байланысы болды дейді. Сосын туылу процесі пайда болды дейді. Сосын ұл балаға әкесінің қуатты энергиясы келді дейді. Кез келген адам осылай істесе болады. Құрметті достар, әкелеріңіз қайтыс болатын болса, ол кез келген қайтыс болған адамға жалпы істеу керек. Біз қоштаспаймыз да, адам қайтыс болып кетеді ғой. Сосын жылап, сағынып жүре береміз. Жылдар бойы время не лечит, орысша айтқан кезде. Шынымен де, өйткені менің де әкем қайтыс болған 2003-те. Қазір 22 жыл өтті ма? Бір жақсы психолог болды, семейден болу керек, қателеспесем. Қашықтықтан маған сол кісі ғана түсіндірді ғой, әкемен қалай қоштасу керек екенше. Сондықтан соны жасаңыздар, адамды жіберу керек. Өйткені біз оның жанын ұстаймыз да. Ал смерти нет дейді орысша. Адам өлмейді, тек қана переход бар дейді, басқа өмірге. Сондықтан сондай үлкен күрделі мәселе. Қаласақ та қаламасақ та босату керек бізді. Өзімізді, оны сонда біз ата-анамыз босатпасақ, бізде жеке өмірде, жұмыс жағыда, ақша жағыда ақсап тұра береді. Сондықтан барлықтарыңызды сол істеуге шақырамын. Оңай емес, бірақ оңай дүние жоқ қой жалпы. Сол. Үшінші кілт, үшінші шешім. Ересек өмірге қосылып, өзімізге жауапкершілікті алу. Көбінесе бұл үшін ата-анадан бөлек, физикалық түрде бөлек тұру маңызды. Олармен байланысты жаңағыдай жеңілдетіп, барлық жағынан, барлық мәселелер бойынша өзімен өзі отырып кету. Еркектерді, әйелдерді, мысалы еркек болса әйелдерді, әйелдер болса еркектерді назар аудару, олардың қасиеттерін байқау, олардың жоқ, кешіріңіздер, ол емес,
еркек мысалы, иә, сіз еркексіз, басқа еркектер қалай өз өміріне жауапкершілік алып қалай өсіп жатқанын көру керек та, солардың қасиеттерін үйрену керек ересек өмірге. Және де әйелдер солай, мысалы сіз әйел болсаңыз, басқа әйелдер қалай дамып өсіп есейіп жатқанын көріп солардың қасиеттерінен үйрену, жақсы жағынан бөлек тұрып өзіне жауапкершілік алып. Көп әсерді өзінің барлық қасиеттеріне теңдікті сақтау арқылы сақтау көмектеседі, иә, әсер береді. Яғни барлық қасиеттерде, мысалы мінез құлық деген бар ғой, сондай тұлғаның қасиеттерінің гармониясы, гармония деген жаңағы барлығы өз деңгейінде болуы, ересек адамның кейпі деген сөз, иә, белгісі. Бұл жерде түрлі психологиялық тәжірибелер, медитациялар көмектеседі сізге. Бастысы тығыз қарым-қатынас жасау, ашық түрде, иә, көптеген адамдармен туристік, яғни походтарға бару, иә, табиғатқа, басқа ұжымдық іс-шараларға қатысу арқылы адамдармен қарым-қатынас жасау, иә. Мысалы басқа адамдарды қара, қазір блогерлер көп қой, әлеуметтік желіде өте күшті мысалдар келтіреді. Көптеген бай адамдар қанша ақшасын айырылса да ажырасып кетті. Енді уже жеке өмірін айтпайды, бизнесмендер, иә. Индрайвердің бастығы Арсен Томский, мысалы, бүкіл ел бойынша дамып, Индрайверді, бірақ жеке өмірі артта қалса да әйтеуір не қылады, саяхаттайды, жұмыс істейді. Марғұлан Бейсенбай тоже ол да сөйтеді. Салауатты өмір салтын ұстанады. Тағы кім бар бізде? Көп қой, сол сияқты араласуда. Бірақ енді әр адам жеке дара тұлға, біреуге ұқсау мақсат емес. Жақсы жақтарын алу. 4-ші кілт рухани даму, иә. Барлық дененің вибрацияларын дірілдеу ма, жоғарылату. Чакра ғой бұл жерде. Чакраны дамыту деп айтады ғой. Қазір достар. Сейчас закончим уже, потому что уже в следующий раз остальное. Сейчас я это уберу. Это достигается очищением физического тела, мыслей и чувств, самоосознанием себя и своего пути в жизни. Давайте, может, сразу переводить, да? Да? Бұл физикалық дененің тазаруымен жүзеге асады. Ойлар, сезімдер, өзін сезіну, өзінің жолын, өміршілік жолын түсіну, добрые дела деген мейірімді істер, қайырымдылық істер, ойлар, сезімдер, махаббат, өзіне деген махаббат, адамдарға деген махаббат, әлемге, адамның рухани жаңғыру дамуын зерттеумен, бұның бәрі өзінің звучание деген дыбыстау да, бірақ бұл жерде дыбыстау емес, өзін сезіну ғой бұл жерде, өзі қалай әлемге өзі қалай танылу, аналық энергияның өзара қарым-қатынасынан шығу, ол энергия, яғни өте төмен деңгейде,
танылу бойынша өте төмен деңгейде тұр. Сондықтан тазару, даму, сосын негізінде бұл жерде жазылған дейді. Және бұл жерде кез келген адам жасауы мүмкін оны. Тек қана ерінбей, өздігімен өмір сүретін бақытты өмірге, басқа өмірге жол ашуға талпыну керек. Ер азаматқа психологиялық тууға жанындағы әйелдер үлкен көмек көрсетуі мүмкін. Мен өзімнің кітаптарында немесе сөз сөйлеген кезде, семинарларда әйелдерге өз еркегін тууға кеңес беремін дейді. Сөйтіп айтқан кезде мен меңзегенім ер азаматтың психикалық тууына көмектесуге шақырамын дейді. Соңғы кезде бұл өмірлік қажеттілік болып кетті дейді. Әйтпесе адамзат әйел секілді еркектерге немесе еркек секілді әйелдерге алып келу мүмкін дейді. Сондықтан ондай болмау үшін әйелдер еркектер дұрыс тәрбиелеу керек, дер кезінде босату керек. Сосын барып өзінің қармауында ұстамай, қоғамға пайдалы, саналы еркекті туу керек енді деген оймен тоқтатайық осы жерде. Келесі как родить мужчину дегенді келесіде аударатын боламыз. Пайдалы болдым деп ойлаймын. Бұл жерде адекватно, здраво түсініңіздер бәрін. Өйткені әр отбасы ячейка, отбасылық қоғамды құрады. Мысалы, біз өз баланы туған кезде біз өзімізге ғана тумаймыз ғой. Өзімізге ғана туатын сияқты көрінеміз да, әйелдер айтатында. Бірақ ол қоғамның мүшесі. Сондықтан кішкентай кезінде бірге болады, бірақ өскен кезінде жөні түзу, саналы еркек туу үшін ата-ананың орны еркегін сыйлайтын әйелдің орны ерекше. Сондықтан әйелдер еркек болып кетпейік, еркектер әйел болып кетпесін. Барлығы өзінің жаңағы гендерлік несі бойынша 100% еркек болайық. Еркек болыңыздар, құрметті ер азаматтар. Әйелдер, қадірлі әйелдер қауымы 100% әйел болайық. Сол үшін барлығын жасаудан шаршамау керек. Жақсы, давайте.